Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өте оңай әрі дәмді болып шығатын шоколадты торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, оның үстіне ванилинді қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің жұмыртқалы массамыз әппақ болып көпіргенге дейін біркелкі етіп араластырамыз. Міне біздің массамыз осылай әппақ болып көпіреді. Енді оның үстінен сүтімізді, сұйық майымызды, алдын ала ерітілген сары майымызды қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызға разрыхителімізді салып, ұнды 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып, массамызға құйып миксерлейміз. Қыздар, менің каналымда бұдан да басқа түрлі рецептер бар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын біркелкі етіп араластырып болғаннан кейін какаомызды салып, тағы да араластырып аламыз. Енді осы кезде алдын ала пешімізді қыздырып бастаймыз. Менде форма 26 диаметр. Енді 180 градуста алдын ала қызған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің тортымыз дайын. Енді бөлме температурасында суытып аламыз. Мен әсемдік үшін бетіне шоколадты ерітіп құйып шықтым. Осымен біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі жасалуы өте оңай. Сіздермен болған Жансая. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, пікір жазуды да ұмытпаңыздар.